Барлықтарыңызға сәлем. Сіздермен мен Қазақ ТВ каналы. Достар, бізде көптен бері видео шықпай кетті. Жалпы видео шықпаған себебі менде видео түсіруге желание да уақытта болған жоқ. Оның үстіне мен көп күн бір нағашымның үйінде қондым. Солай болды, достар. Бұл мен неге дрем түсіре керек десеңіздер, мен енді барлық ойындарды кетіріп, осы атын Қазақ ТВ емес, дрем Лига Соккер деп қояйын деп жатырмын. Неге дрем деп қояйын деп жатырмын деген себебіміз, менде дремнен басқа ойын қалмайды ойнайтын, достар. Сондықтан біз ойынымызды бастайық, кеттік. Бізде Ракитич неге деп қойған себебіңіздер, ФК Атырау деген клубты қараңыздар. Сонда Ракитичка алмайтын Абдрахманов деген бар, сол жақта ойнайды. Сол үшін сол жерге қойып қойдым. Міне керемет пастан, міне гол. Жаңағы айтып жатқан Иван Ракитич, 77 номер. Неге 77 деп ойлап отырған шығарсыздар, оң номер 4 емес пе деп. Себебі сол банаға Абдрахманов деген айтқан адам, оның да нөмірі 77. Бұл жерде офсайд болуы әбден мүмкін, бірақ топқа жете алмады. Достар, ренжімеңіздер, неге видео шықпай кеткенін бана айтқанмын. Жерде Куарезма гол соқты. Куарезма Португалияның атақты ойыншысы. Керемет ойнайды ол ойынды. Мен ойындарын талай ойынын көргенмін. Салах Мұхаммед бұл ойыншы намаз оқиды сияқты, әйтеуір атынан қарағанда мұсылман сияқты. Міне бұл жерде Пике, Жерар Пике, Серхио Рамос, Дибалаға, Дибала кері Ракитичқа, Ракитич Мессиға. Жоқ, бірақ пастар өтпеді. Міне бұл жерде Бензема, Карим, гол. Жалпы Бенземаға 10 деген нөмір жарасады екен, 9-дан гөрі. Ал Куарезмаға 81 деген нөмір жарасады. Мен бәрін айтып шығайын, Атырауда кімнің нөмірлері бар екен. Месси, Владимир Двалишвили, Куарезма, Сикимич, 5 Хемма, кешіріңіздер, Иско, Абилтаров, Серхио Рамос 4, Юрий Авшивач, Пике 2, Дәурен Мажитов, Дибала 49, Дәурен Қайралиев, Варатар Келлер Навас 20, Андрей Пасеченко. Кімді айтпадым тағы? 22. Бізде 22 кім еді? Қазір көрсетем 22 кім екен. Бізде 22. 22 Луис Суарес, 13 Уэйн Ронни, Айбар Нұрбеков, Доннарума 34 Жасур Нарзикулов, Жасур, Неймар Джуниор, Марф, Карбахаль, Учалуб Джанидзе. Ал қалғандарын білмедім. Қалғандары басқа нөмірмен тұр. Бұл жерде бірінші тайм аяқталып отыр. Достар, менде осындай шығып кете береді. Неге екенін өзім де білмей жүрмін. Сіздер дрем ойнасаңыздар, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер, достар.
Екінші тайм басталмай тұрып лайктарыңызды қойып кетіңіздер. Мен қазір енді осы жол қатты айтпай ойнайтын боламын. Роналду айтпақшы, Криштиану Роналду, бізде 7-ші нөмір Алишер Сулей. Бұл жерде айтпақшы Мұхаммед Салах, 14 Қуаныш Қалмұратов достар. Иван Ракитич айтып өткендей, 77-ші нөмір Элдар Абдрахманов. Жерде Абдрахманов деп айта берейін де. Ракитич деп айтуымнан. Жерард Пике. Иван Ракитич. Криштиану Роналду. Алишер. Штанг достар. Амен деуін деген удар жоқ шығатындай жоғарға асып кетеді. Алдымен тепсем ясный гол. Мистер Робео. Жерард Пике допты ала алмады бұл жерде. Серхио Рамос допты оп-оңай сытылып кетті. Серхио Рамос өз атакаға шығып кетті, прикинь. Гол. Серхио Рамос осындайлар күшті жауап тұр ғой. Серхио Рамостың жалпы көп голы бар ғой. 90% голы. Кешіріңіздер, 90% голы баспен соққан ба? Бірдеме? 10%-ын аяқпен соққан сияқты, о, аяқпен соқтым вообще. Соны өлмедім достар. Давай, вратарь! Жоқ. Қарсылас команда гол соғып кетті. Жалпы мұңаймақ достар, мұңаймақ. Себебі біз 4-1 ұтып жатырмыз. Мен бана бірінші қайталап өткендей достар, атымды Дремға өзгертем дедім. Дрем Лига Соккерге қазақ туын алып тастайын дедім. Бұл қалжың достар, мен бұны алмаймын, себебі ол ат маған қатты ұнайды, қазақ туы деген. Міне жоқ көресің. Жалпы шынымен достар, міне ұттым. Жалпы бір нәрседен шынымен достар, менде ойын қалмады, басқа ойнайтын ойындар. Дрем ойнадым, машина ойнадым, хоррор ойнадым, Рио де Жанейро ойнадым, машинада ойнадым, сафариға аң атуға шығу ойнадым. Достар, өздеріңіз сол нені қарамайсыздар, көбінесе хорророны қарапсыздар, бір 60-50 шақты не қарапсыздар, просмотр. Мен соғанда қуанам, бәрін сөйтіп қарай өрсеңіздер достар. Мен қуанышымда шек жоқ болар еді. Менің соңғы айтатын сөзім, каналға жазыл, лайк бас, комментария жаз. Сау.